Mine Allah'ın kudreti. Үйді біз саламыз деп шіренеміз жоқ. Үйді Құдай сала деген. Мен көзім жетіп келе жатыр, басталмай жатып міне. Сәулет Групп деген компанияға Нұрдәулет деген бауырым бар. Сол мына бір видео сап берші деп маған үйдің қымбат бір жоспарын сыйлап жіберген. Содан бір тиын шығармай мәз болып келсем, бір 2 жылдыз бол ақша береді ғой, мына үйіңді жылдамырақ бастап ал, кейін шаман келгенде берерсің деп. Содан фундамент құя салдық. Содан енді ішіне смола жағасылайын деп кірісіп жатыр едім. Бір суретімді көрген бір ағамыз, ай сен домбыраңды ұстап жүре берсей деп түгел смола жақтырды да мына жерге 30 гамас топырақ төгіп берді ғой. 400 мың тірлігі тағы шешілді. Содан тағы бір досым хабарласып, не істеп жатсың деп. Үй бастайын деп кішкене ниеттеніп деп. Кіріп шалдың ба дейді, жоқ. Онда ертең 50 мың қыш барады дейді ғой, 50 мың қыш. Өзімен өзі міне 50 мың қышты да төкті де келді, кетті. Түсінбей жатырмын, тек Құдай сағатыр, мен ештеңе істеген жоқпын. Ақша шығарайын десем, ақша шығар жер жоқ әзірге. Аллаға шүкір. Таң қалып отырмын, бір керемет қыштан әкеп беріпті. Атыңды да затыңды да ұмыт, ешкімде еш жерде мен айтпа деді. Жоқ болып кетті. Құдай салған үй осындай болады.